Сәлем қыздар, сіздермен Азиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі шар тәріздес үлпілдек болып шығатын керемет бауырсақ рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік, бауырсағымызды жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, тұз, қант, сұйық май, қаймақ және де аштығымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң оның бетін ауа өтпейтіндей қылып пешевоймен жауып, шамамен 20 минутқа қалдырып қоятын боламыз. 20 минуттан соң осылай бетін ашып, бетінде осылай көпіршіктер шығу керек. Енді оған алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз, осылай бөліп салатын боламыз. Сол кезде біз жаңағы қамырымыз керемет болып шығатын болады. Қоюланған кезде осылай қамырымызды сыртына шығарып алып, осылай жақсылап илеп алатын боламыз. Содан соң оны қайтадан ыдысымызға салып, бетін пешевоймен жауып, шамамен 40 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Мен мына жерде бірінші видеом түспей қалған, яғни дәл осылай қылып, мысалы мен мына видеода қазір осылай қолымды сұйық маймен майлап басып жатырмын ғой, дәл осылай 2 рет жасайтын боламыз. Біріншісінде бетін жауып қоямыз, 40 минутқа қалдырамыз, тағы да осылай бетін ашамыз да, дәл осылай бетін басып, қайтадан 40 минутқа қойып қоятын боламыз. Сол кезде біздің қамырымыз керемет болып шығады. Яғни 2 рет 40 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Мінекей мен қамырымды илеп алдым, енді оны жақсылап жайып алатын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауыңызша, әрине, мен осылай дөңгелек қылып формочкамен жасайтын боламын. Я болмаса кесемен немесе фужермен де жасауға болады, дөңгелек қылғыларыңыз келсе. Ал былайша төртбұрышты қылып кессеңіздер де болады, ол өздеріңіздің қалауыңызша әрине. Мінекей мен барлығын кесіп шықтым, және де шелпекте қылып жібердім мына жерде. Енді биіктеу, яғни шұңғылдау ыдысымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып алатын боламыз. Майымыз жақсы болып қызып тұруы қажет. Енді оған бауырсақтарымызды салып, барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей, сонымен біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, үлпілдек, шар тәріздес керемет болып шықты. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Азиза. Келесі кездескенше сау болыңыздар.